Саламатсыздар ма? Өткен тақырыпта біз бедер және климатты талқыладық. Және біз климаттың бедер құрайтын факторлардың ішіндегі ең маңыздысын қарастырып кеттік. Климат пен бедердің өзара байланысы әртүрлі болады екенін, үгілу процестерінің қарқындылығы климатқа тікелей байланысты бойынша мысал келтірдік. Енді бүгін біз тақырыбымызды бедердің даму жолы мен климатын жалғастырып қарастырып кетейік. Климат пен бедер арасындағы тура және жанама түрдегі байланыс экзогендік бедердің белгілі дәрежеде климаттық зоналығына тәуелдігінің салдары. Нақты осы тұрғыдан экзогендік процестер әсерінен пайда болған бедер климаттық зоналығына байланысты. Ол мұнымен байланыссыз қалыптасқан эндогендік бедер пішіндерін ерекшеленеді. Сондықтан эндогендік бедерді әдетте белдемсіз, яғни азональды бедер түрлеріне жатқызады. 20 ғасырдың бас кезінде неміс ғалымы Пенк климатты оның бедер құратын роліне байланысты жіктеуге әрекет жасады. Ол климатты негізгі үш түрге бөлді. Нивальдық, латынша нивалис, қарлы деген мағынада түсінеміз. Гумидтік, латынша мидис, ылғалды деген мағынада түсінеміз. Және аридтік, латынша аридус, құрғақ деген мағынада беріледі. Кейіннен бұл жіктеме толықтырылды. Төменде климаттың бедер құруындағы роліне сәйкес олардың жіктемесі келтіріледі. Мысалы, нивальдық климат жылдың барлық мезгілдерінде жауын-шашын көп мөлшерде қар, бұршақ түрінде түсіп, жылдың жылы мезгілінде қары еріп, суы буланып үлгермейтін климат. Жауатын қар еритін қармен оның буланатын мөлшерінен басым болады. Мұндай аймақтардың қары жинала келе мәңгі қарға айналады да мұздықтарға бастама береді. Нивальдық климат жағдайларына негізгі бедер құратын факторы жылжымалы мұздықтар. Қар мен мұз жамылғысы болмаған ашық жерлерде физикалық үгілу процесі негізінен аязды процесс қарқынды түрде дамиды. Мына жерде мына нивальды климаттың көрінісі. Және жер бедерінің климатқа әсеріні көрсетеді. Ал аязды процесс немесе невация, қардың тау жыныстарын бұзу процесі, температураның қардың қатуы мен еруінің алма-кезек ауысуы нәтижесінде онымен беттескен тау жыныстарының аяздық үгілуге ұшырап бұзылуы. Бедер құрылуға мәңгі том процесі де елеулі әсер етеді. Нивальдық климатқа полярлық аймақтар, Антарктида, Гренландия, солтүстік мұхит аралдары және қар шекарасының жоғары көтерілген заңғар тауларын биік бөліктері тән. Субарктикалық белдеуінің және көп жылдық тон топырақтың таралу аймақтарының климаты, қысы қатал әрі ұзақ поляр аймағының климаты. Күн радиациясы аз, жазы қысқы,
қысқа болады әрі суық. Бұл суға әбден қаныққан топырақтың және жұқа дисперсиялық тау жыныстардың аяздан қатқан беттің үстімен төмен қарай баяу сырғып ағуы. Полярлық климат Еуразия және солтүстік Американың тундра белдеуіне және шығыс Сібірдің көп бөлігіне тән. Жаздың ең жылы айдағы орташа температура 0 градустан төмен болады. Қыста ауа райы ашық, жазда тұманды әрі бұлтты. Жауын шашыны аз, жылына 200-300 мм аспайды. Осындай климат бұрын қалыптасқан мәңгі тоң топырақтың ерімей сақталуына және солифлукциялық процестердің дамуына қолайлы жағдай туғызады. Бұл суға әбден қаныққан топырақтың және жұқа дисперсиялық тау жыныстардың аяздың қатқан беттің үстімен төмен қарай баяу сырғып ағуы. Полярлық климат Еуразия және солтүстік Американың тундра белдеуіне және шығыс Сібірдің көп бөлігіне тән. Келесі жолы біз енді осы гумидтік климат, ылғалдық климат екенін қарастырамыз, жалғастырамыз осы тақырыпты. Өйткені гумидтік климат жылы бойы түсетін жауын-шашын, топыраққа сіңетін және буланып кететін судың мөлшеріне басым болады. Олардың барлығы байланыста. Сондықтан бұл тақырыпты біз бөлек қарастырамыз. Гумидтік климатты. Келесі жолы тақырыбымызды жалғастырып кетеміз. Осы жерде эрозиялық пішіндер торы гумидтік климат жағдайын қалай қалыптасуын ашып сіздерге айтып береміз.